Сатай Аққабағұлы, қазіргі Алматы облысы Панфилов ауданында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан азат етуге қатысқан батыр. Ұлы жүз ішінде Суан руынан шыққан. Әкесі Аққабақ елге сыйлы би болған. Сатай батыр ел қамын жеген ерет деседі жұрт. Албан Хангелдінің замандасы болған. Ұлтының қамын ойлап, орыс патшасына жазылған хатқа қол қойған ұлы жүз атақтыларының бірі. Сатай батыр туралы ел аузында көптеген естелік, аңыз, әңгімелер бар. Сатайлаймын, қалмақтан сатырлатып атайдаймын. Алыстан сатайлатып ұран шықса, мамықта тас батқандай жат алмаймын. Ел аузына. Шарын Дандық деген жаңағы қалмақтың нояны баладан тас шоқпар тартып алмақ болып, жаңағы баладан тартып алмақ болады. Бірақ Сатай оны оңайлықпен бере қоймайды. Осы кезде жаңағы Шарын менің шерігіммен күрес. Егер жықсаң, шоқпар сенде қалады, жыға алмасаң, шоқпарды біз әкетеміз дейді. Осы сөзді ести салған жаңағы Сатай жас бала жаңағы алдыға күрескөл шығып келе жатқан дәуір қалмақтың шерігіне тап береді. Жүгіру барып, ішінде жаңағы сүзе-мүзе қатты түйіп жүргенде ана қалмақ шерік шалқасына түскен. Сатай батырдың өте әділ адам болғаны бүкіл Суан еліне аңыз болған. Ол біреудің ала жібін аттамаған, жалған сөйлеп қия баспаған екен. Қалмақтар өте көп еді. Саны басым еді. Күштері күш алып бара жатады. Хангелді төбеге шығып, қалай болар екен деп тұрғанда, аспаннан жай түскендей, ақбоз атты, қайқы қылышты, қысқан айзалы, ақ тонды біреу жаңа қалмақтың қалың нөпірін үш рет кіріп, үш рет жарып шыған. Сол кезде қалмақтың батырын шолақ найзасымен аттан түсіріп кетеді. Сатай батыр қол бастап жауға шапқанда, жекпе-жекке шыққан айқастарында көзсіз ерлікке бармаған. Ақылмен, айла тәсілмен қарсы келген жаудың қапысын тауып түсіріп кетеді екен. Шабуыл жасаудың көптеген айла тәсілдерін қолдана білген. Ат үстінде ойнаған, найзаласудың, қылыштасудың, шоқпармен сайысудың тәсілдерін жетік меңгерген. Құралайды көзге атқан мергенде болған екен. Ақылды болған екен, кемеңгер болған екен, айлакер болған, жауды жаңағы жаңғыз түсірген кездерінде көп болған екен. Бірақ енді тарихта көп сақталмай, қатқа түспей, жазылмай қалған. Шапырашты Қазбекбек Тауасарұлы кітабында Сарысу бойында болған бір соғысты баяндайды. 44 мың жауынгер қатысып, ұрыстың алғашқы 3 күні жекпе-жекпен өткенін айтады. Біз жетісулықтар араласқан ұрысты ғана анық байқап, ішінде болдым. Осы ұрысқа жекпе-жекке басы Сатай болып, жетісулық 9 батыр шықты. Оның Қоңқай батырдан басқасының бәрі де тірі қайтты. Шапырашты Қазбекбек Тауасарұлының түп-тұқияннан өзіне шейін атты кітабынан. Еміл бойында, тоқта барлықта Қабанбайдың несіне жасақтарына қосылып, бүкіл мына жетісуды тоқта барлықты қалмақтардан азат етеді. Сонау жаңағы жоңғар қақпасына шейін асырып тастайды. Ар жағынан жаңа Қытайлар қалмақтарды қырады. Сөйтіп толық жеңіске жеткеннен кейін Сатай батыр сол тоқты барлықта бөлек екеуі төрде біраз жайлап қалады. Көнекөз қарттардың дерегі бойынша Сатай батырдың дүниеден өткен жері Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындағы Еміл өзенінің бойы. 2014 жылы батыр бабамыздың басына 15 тонналық құлпытас қойылды. Сонымен қатар Панфилов ауданына қарасты Тұрпан ауылындағы орта мектепке және Сарбел ауылындағы бір көшеге батыр есімі берілді.